Техничкалардың үстінен ақша жазып, соны маған аудартқызды. Мен жаңағы оған қолма-қол ақшалай апарып бердім. Райгүл апай, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Райгүл апай, мен енем ауырып қалаға барамай жатырмын да, кеше қыздардың народныйыңызға аударып жіберсем бола ма? Болмайды. Болмай ма? Жарайды, онда ертеңгі барамын да онда. Жарайды. Мама, қазір мен Райгүл апайдың айтқан ақшасын шығарып келдім. Қанша теңге? 150 мың теңге. Енді мынаны қазір краскамен жаңа салып, корпусіне осылай өйстіп апарып беремін. Факты ақша жиналды. Әрбір адамда осы жерде каспийден тұр аударылған. Бірлік жетекшілер мен айтқан едім, сіздер қазір анонимді сұрап алыңыздар бұл жерде. Әрқайсысына қанша ақша жинақты, бірлік жетекшілерді айтыңыздар, бұл аты жөні жазылған. Масқара дүние. Бүкіл Шардара ауданына. Мен Жакипова Сандуғаш Рашидовна, Евразия арнасы Көреміс бағдарламасынан көмек сұраймын. Қыркүйекте басталған бұл мәселе әлі күнге дейін шешілмей келеді. Себебі куәгерлердің айтуынша Сандуғаш орынбасардан оңбай таяқ жепті. Бұл айтылып жатқандардың барлығы рас. Және осындай жаңа үйін өртеймін деп маған өзі айтқан. Тыныш жүрмесе өртеймін деді, өртеп кетемін деді. 5 мұғалім болып Шардараға барып құқық қорғау органдарына шағымдануға бара жатырмыз осы Мусалиеваның үстінен деген. Сосын мен айттым, қазір түстен кейін жиналыс жасайық, қанша дегенмен ондай енді конфликттің бәрі негізі осы мектепте шешуге біз әрекет жасауымыз керек қой. Шешілмесе, одан кейін сіз жаңа баратын жерге барасыз, құқық қорғау органдарына шағымдануға барасыз деді. Сол мақсатта жиналыс шақырғанбыз. Сол жиналыста болған ол жиналыс. Мусалиева үстіп жатыр, осылай істеп жатыр дегенде дәлел жоқ деп, одан кейін мен тек Мусалиева келетса мен камерамды қосатын болдым, қорқам өйткенше одан. Сөйткенімде ол мені байқайды ғой, менде сотканы шығарып жүрма, қайда жүр деген сияқты. Сол кезде ол маған әртүрлі сөздер айтып, былапыт сөздер айтып, жанынан жай сөзбен айтып сөйтіп кетеді. Дегенмен Райгүлден зәбір көрдім деген тек Сандуғаш емес, көреміз. Мама деді, бомж бен наркоман деген не сөз деді? Кім айтты саған дедім? Балам жылады, кім айтты саған? Райгүл апай айтты, үйде бомж деген, наркоман деген не дедім? Семьяларыңа бомж, наркомансыңдар деген. Ол оқушыға айтатын сөз ба? Иә, міне аузы таза емес, міне аузы таза былапыт сөздер көп айтады. Жанжал болды. Ол кезде бұл директорға емес, басқа кісі еді. Содан бері біз ілінісіп келе жатырмыз ғой. Енді дәл осындай факттер тіркелсе неге арыз жазбадыңыз? Біз жаздық. Нәтижесі қандай болды? Нәтижесі сол жағына шығып кете береді. Біздің Шардара ауданы бойынша сотымыз бар ма, прокуратурамыз бар ма, әкімшілігіміз бар ма, бәрі содан аяқ тартады. Шардара ауданы, Көксу ауылы, Төлеген Айберген атындағы мектеп гимназиясының ұжымының атынан біз Мусалиева Райгүл Қиясқызының мектебімізге директор болып келуіне қарсымыз. Ал құрметті әріптестер, Мусалиева Райгүл Қиясқызы бізге директор болуын қаламаймыз. Біз бүкіл мектеп ұжымы қарсымыз.